Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін біздер сіздермен бірге жарты жылдық бағаны есептеу, яғни 2.90-да бір баға шығатын пәндер бойынша, мысалға біздер бір оқушыны жазалық. Бір бойынша максималды балды енгіземіз. Бір жыбыдан жинаған балын енгіземіз. Бірінші бір жыбы. Бұда бізде екі бір жыбы бар жағдай 1.90-да. Екінші бір жыбының максималды балы, ол бір жыбыдан жинаған балы, қалыптастырушы баға, мысалға 5 баға алған болса, ол максималды бал 50 болады. Осыдан жинаған 5 балдың өзара қосындысы мысалға 45 болсын, бұл жерде 23 дейді. Енді бір жыбының екінші 90 бойынша, екінші 90-ның немесе 4-ші 90-ның бағалары, екінші бір жыбысы сан бойынша 3-ші бір жыбы, ал екінші 90-дағы бірінші бір жыбы болып табылады бұл. Бұл жерде мысалға 14 балл делік, одан 12-сін жинады оқушы. Қалыптастырушы баға максималдысы 4 қалыптастырушы баға алды. Оның өзара қосындысы 25-ті құрайды. Сонда бізде жарты жылдық бағасы 82%-ді құрайды. Осындай көрсеткіштер болса. Бұл 3 бір жыбы бар. Бір жарты жылдықта 3 бір жыбы бар пәндер үшін. Келесі жағдай бізде бір жарты жылдықта 2 бір жыбы бар пәндер үшін қарастырамыз. Максималды балл, мысалға 15 бірінші бір жыбы, оның 9-ын жинады. Қалыптастырушы бағалау бізде максималды алған 6 балл алды, соның қосындысы мысалға 48, 6 балдың қосындысы. Бұл жерде қазір пайызы қалып жіберу керек. Мынандай қалып қойған екен, түзеп жібере қояйық. Бұл жерде 80% емес, бізге автомат түрде 25% есептеу қажет. Одан кейін екінші бір жыбы мысалға 12 балл, соның 10-ын жинады делік. Қалыптастырушы максималды 4 баға алды, соның қосындысы мысалға 28. Сонда бізде қалыптастырушы баға 25-тен 18%, жарты жылдықтың бағасы 73%-ді құрайды. Бұл жерде қалай есептеліп тұр? Бұл 15-тен 9 алғаны, бұл 100%-дің 60%, бірақ бір жыбы бізде 25% есептелетіндіктен, осының 25%-ін аламыз. Ол бізде 15% шығады, 25%. 25-тен 15, яғни. Одан кейін максималды балл бізде 60 болса, 60-тың 48-ін алса, бұл 25-тің 20%. Келесі бізде 12-ның 10-ын алған, бұл 83%. Бұл бір жыбының 83%-ін жинап тұр. Ал бір жыбының 25%-ға айналдырған кезде, бұл 21%-ді құрайды. Қалыптастырушы алған балдардың ұпайдың саны 4-еу, өзара қосындысы 28, максималдысы 40. Бұл 25%-дің 18%-ін алады. Жарты жылдықтың қорытындысы 73%-ді құрайды. Осылайша көріп тұрған мына жерге дейінгі аралық бұл бірінші 90-ды есептеу үшін немесе үшінші 90-ды есептеу үшін, ал бұл жер екінші 90 немесе төртінші 90, яғни екінші жарты жылдық немесе бірінші жарты жылдықтың бағаларын есептеу үшін қажет.